Армысыздар, құрметті көрермен, сіздермен бірге Қали Әубәкіров, Қайрат Жашық ютуб арнасы. Мәжіліс спикері Нұрлан Нығматуллиннің төрағалығымен жуырда өткен жалпы отырыста депутаттар мемлекет басшысының тапсырмасымен әзірлеген жер қатынастарын дамыту туралы заң жобасын мақұлдады. Қазақстандықтарға және еліміздің заңды тұлғаларына ауыл шаруашылығы мақсаттарындағы жерлерді 49 жылға дейін жалға алуға рұқсат беріледі. Мәжіліс жер қатынастарының дамыту мәселелері туралы заң жобасын екінші оқылымда мақұлдап Сенатқа жолдады. Заң жобасы арнайы құрылған жер реформасы жөніндегі комиссия қызметінің қорытындысы бойынша әзірленді. Атап айтқанда, отандық жер пайдаланушылар үшін жалға беру институтын сақтау туралы және қазақстандықтарға ауыл шаруашылығы жерлерін жеке меншікке беру жөніндегі жер кодексі нормаларының қолданысына мораторийді ұзарту туралы тұжырымдамалық шешім қабылданды. Бұдан басқа заң жобасында жерді пайдалану мен қорғауды мемлекеттік бақылау күшейтіледі. Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерге сатып алынбаған жер пайдалану құқығын иеліктен шығару мүмкіндігі көзделеді. Жергілікті халықтың мұқтажы үшін жайылымдық жерлердің аумағы айқындалады. Сондай-ақ жер заңнамасын одан әрі жетілдіруге бағытталған басқа да нормалар енгізіледі. Атап айтқанда, ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді 49 жылға дейін жалға алуға рұқсат етіледі. Сонымен қатар, жалға алу мерзімі аяқталған кезде оны жаңа мерзімге ұзарту құқығы беріледі екен. Бұдан басқа заң жобасында жерді пайдалану мен қорғауды мемлекеттік бақылау күшейтіледі. Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерге сатып алынбаған жер пайдалану құқығын иеліктен шығару мүмкіндігі көзделеді. Жергілікті халықтың мұқтажы үшін жайылым жерлердің аумағы айқындалды. Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді жекеменшікке беруге мораторий мерзімі 2026 жылдың 31 желтоқсанына дейін ұзартылады. Статистикаға сүйенсек, Қазақстанда шамамен 185 миллион гектар жайылымдық жер бары жөнінде өткен шығарылымдарда айтқан болатынмын. Оның ішінде ауыл шаруашылық тауарын өндірушілерге 73,4 миллион гектар жер бөлінген. Мәжіліс депутаты Ерлан Саировтың пікірінше, бұл жерлерді тиімді пайдалану көңіл көншетпейді. Қолдау платформасына сәйкес 2020 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша 38 миллион гектар жайылымдық жер тиімсіз пайдаланылуда. Өткен жылы 1,8 миллион гектарға жуық жер пайдаланушылардың өз еркімен мемлекеттік меншікке қайтарылған. Ал қалғандары қайда? Әлде сіздер басқа шаруа қожалықтары иелерінің ұяты қашан оянады деп күтіп жүре бересіздер ме? Өз кезегінде ведомство басшысы Сапархан Омаров бақылауды жүзеге асыратын министрлікте бұған жеткілікті өкілеттіктер мен кадрлар жоқ екенін айтты. Еліміздегі барлық жер қорына бар жоғы 32 адам жұмыс істейтін жер ресурстарын басқару комитеті жауап береді. Олар тіпті халықтың шағымын сапалы қарап, оларға жауап беріп те үлгермейді. Оның үстіне жер учаскелерін жергілікті атқарушы орган бөледі және бақылау функцияларда соларға бекітіліп берілген. Бұл мүдделер қайшылығын тудырады. Сондықтан біз парламентке енгізген заң жобасында жер инспекциясы органдарын министрліктің қарамағына беруді ұсындық. Қорытындылай келгенде, енді ауыл шаруашылығы жерлері шетелдерге және шетелдік компанияларға, шетелдік үлесі бар қазақстандық компанияларға, азаматтығы жоқ адамдарға, халықаралық қатысу үлесі бар ғылыми орталықтарға, сондай қандастарға сатылмайды. Қандастарға жер учаскесін жеке қосалқы шаруашылық, бақ өсіру мен саяжай құрылысы үшін беріледі. Олар ауыл шаруашылығы жерлерін Қазақстан азаматтығын алғаннан кейін ғана жалға ала алады. Арнамызға жазылып, пікір білдіріп, лайк басыңыздар.